Ханталапай ежелден келе жатқан өте қызықты, сендерден шапшаңдықты талап ететін ойын. Балалар, қазір сендерге мен жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың жауабын табасыңдар ма? Ата-бабам ойнаған, мұра етіп қалдырған, алшы, тәйкі, шіркпен бүк, жабдықтары аталған. Кәне ойлан жауап береміз. Асық, жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір мен сендерге асық жайлы қысқаша мәлімет айтып өтемін. Біздің ата-бабаларымыз ежелден мал шаруашылығымен айналысқандықтан асықтарды қойдың жілігінен алған. Асықтарды алып, жуып, кептіріп, сендер сияқты немерелеріне жинап қойған. Кәнекей балалар, біз қазір асықтармен Ханталапай ойынын ойнаймыз. Қазір біз сендермен қазақ ұлттық ойыны Ханталапай ойынын ойнаймыз. Қолымдағы асықтарды ортаға шашамын. Белгі берген кезде барлығымыз асықтарды жинаймыз, жарай ма? Бірақ та ойынның шарттарын, ережесін сақтаймыз. Бір-бірімізді итермейміз. Шапшаң әрі әділ боламыз.